Әкесімен көрісіп тұрады ғой. Алдындары көрісетін, енді қазір көріспейді, бірақ та көрем дейтін, іздеп келетін әкеге бала көрседі ғой, енді іздемесе не істейміз енді. Енді сәл қол тимей қалып сөйтіп жатқан шығар, енді келіп жағдайын білер болашақта. Білмеймін, енді өзі көрер. Бірақ енді көрем десе есік ашық, әрине көрем десе, әрине, көріп тұрсың. Әрине, тамаша. Сен айтып қалды дегендей. Сіз негізі өзіңіз көрісіп жүрсіз бе қазір? Өзіңіз не дейсіз? Жоқ, баласахан, көрісіп жүрген жоқпын. Алдында айттым ғой, сол біршама уақыт болды деп, әлі де көріскен жоқпын. 4 айдың жүзі болды. Баламды көрмедім. Негізі барлығы ойлайды ғой, енді жаңағыдай күліп ойнап, осында келіп, жар іздеп жүр. Бұған барлығы бәрі-бір деген сияқты әңгімелер де кетеді. Өзімде бір күні бір жарылам деп жүрдім ше. Ішім толып болып, біраз жерге дейін келіп қалды. Негізі мұнда келіп отырған маған оңай болып жүрген жоқ. Себебі осында қаншама халықтың көзінше үміттерін ақтау мақсатында, ата-анамыздың үмітін ақтау мақсатында, өзіміздің үмітімізді ақтау мақсатында үйленіп, міне тәп-тәтті баламыз бар. Соның барлығынан кейін дым болмағандай келіп отыру маған оңай емес негізі. Жаңағыдай арада ең қиыны сол да балаңды. Бала тақырыбына келсе өзім ұстай алмай қаламын. Себебі өзімде білем ғой, өзімде әкенің жоқтығы қандай болатындығын, әкенің орны қандай болатындығын барлығын білем. И каждый раз әлеуметтік желіден шыққан сайын ол бала тура өзіме. Шерхан, босамаңыз. Кешірім сұраймын. Просто андай де ішіңнен шыққан бала ғой, ол қаным ғой, мен сағынасың. Каждый раз алдыңнан шығады, сен ойламайыншы деп қанша жерден уже не істемейін десең де уже алдыңнан шығады. Көресің, тура өзімнің бейнемді көргендей болам. Қылықтарын көресің, ең тәтті қылықты шағын мен әкесінің жанында өткізе алмай жатқан бала. Кейде өзім жазғырам да солай. Неге бұндай болды екен деп. Нағыз бақытты шағымда мен осындай өмір неге менде болды екен деген сияқты. Қанша жерден еркек бол, қанша жерден әйел бол, ол баланың кінәсі жоқ. Ол баланы бірдей сағынасың сен.